Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді шоколадный сметанниктің рецептін ұсынамын. Ол үшін бізге ұнға және де аздап разрыхитель салып, кішкене араластырып жібереміз. Содан соң үстіне шекер немесе сахарный пудра салып, үстіне май жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне сахарный пудраны салып алдық. Содан соң осылай ерітілген немесе бөлме температурасындағы майды осылай салып, бірінші кезекте крошка дайындап аламыз. Міне осылай қамырымызды крошка жасап болғаннан соң үстіне бір дана жұмыртқамызды салып, қамырымызды илеп аламыз. Артық ұн салудың қажеті жоқ. Осылай осы рецептпен жасасаңыздар өте жұмсақ қамыр дайын болады. Міне осымен қамырымыз дайын. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасына 400 грамм қаймақ қосамыз. Шелектегі қаймақ жарайды. Домашний болу міндетті емес. Міне осылай қаймақты салып, қаймақ, шекер және де 3 дана жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай араластырып болғаннан соң үстіне ерітілген шоколадымызды құямыз. Бұл жерде шоколадтың өзі ғана емес, аздап май қосып ерітіп аламыз. Бұдан соң жаңағы салмамызға салып жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне 20 грамм какао салып және араластырамыз. Міне осылай жақсылап араластырып аламыз. Осымен салмасы дайын. Ендігі кезекте қамырымызды формамызға жайғастырамыз. Бұл жерде менде диаметр 24 пен жасадым. 24-26 диаметрмен жасасаңыздар болады. Міне осылай жақсылап бортиктарын шығарып, жайғастырып алғаннан соң үстіне салмасын салып, печкамызды алдын ала міндетті түрде қыздырып қоямыз. Ұмытпаңыздар. Содан соң 160-180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Осымен пирогымызды печкамызға жібереміз. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міне осымен пирогымыз дайын, ас болсын.